Уәкілетті компания тарапынан өтінімді беру. Авторизациядан сәтті өткеннен кейін құрылысшы түймесін басу арқылы құрылысшы рөлін таңдау қажет. Әрі қарай құрылысты аяқтауға кепілдік беру қызметінің жанында өтінім беру түймесін басу қажет. Корпоративтік ақпарат кезеңінде ашылған терезеде уәкілетті компания туралы ақпарат блогындағы барлық жолдарды толтыру қажет. Құрылыс салушы туралы ақпарат блогында ақпаратты толтыру барысында құрылыс салушының электрондық поштасы мен бизнес сәйкестендіру нөмірі толтырылуының дұрыстығына көз жеткізу қажет. Барлық жолдарды толтырғаннан кейін шақыру жіберу батырмасын басу және өз әрекетіңізді растау қажет. Шақыру сәтті жіберілген жағдайда жоғарғы терезеде құрылыс салушының электрондық поштасына шақыру сәтті жіберілгені туралы хабарлама пайда болады. Шақыруды жібергеннен кейін жоба туралы ақпарат блогындағы барлық жолдарды толтырып, әрі қарай батырмасын басу қажет. Корпоративтік құжаттама кезеңіне өткеннен кейін уәкілетті компанияның құжаттар тізбесі және уәкілетті компанияның жобасына қамтамасыз ету жөніндегі құжаттар блогындағы жұлдызшамен белгіленген барлық міндетті құжаттарды жүктеу қажет. Барлық қажетті құжаттарды жүктегеннен кейін тексеріп, ары қарай батырмасын басу қажет. Жобалық құжаттама кезеңінен өткеннен кейін уәкілетті компанияның құжаттар тізбесі және уәкілетті компанияның жобасына қамтамасыз ету жөніндегі құжаттар блогындағы жұлдызшамен белгіленген барлық міндетті құжаттарды жүктеу қажет. Барлық қажетті құжаттарды жүктегеннен кейін жобаны сақтау түймесін басу қажет. Жүктеу сәтті болған жағдайда жүктеу өрісінде жасыл құс белгі пайда болады. Әрі қарай өтінім мәртебесі жайлы ақпаратты жеке кабинетке кіру арқылы алуға болады. Жеке кабинетке кірген сәтте құрылысты аяқтауға кепілдік беру қызметтері бөлімінде өтінім жіберілді мәртебесімен бірге көрсетіледі. Өтінім толтыруды жалғастыру үшін қарындашты басу керек. Берілген өтінімді жою үшін өтінімді жою батырмасын басу қажет. Өтінімді пысықтауға жіберген кезде сізде өтінімді редакциялау және қажетті деректермен толықтыру, содан кейін өтінімге қол қою рәсімін қайталау мүмкіндігі пайда болады. Әрі қарай өтінімге электрондық цифрлық қолданба арқылы қол қоямыз. Қол қою барысында NC-Layer бағдарламасының қосылғандығына және электрондық цифрлық қолданба өтеу мерзіміне аса мән береміз. Өтінім беру сәтті аяқталды.